Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Есімім Қайыржанов Диас. Бүгін сіздерге осы бір кішкентай ғана Osmo Pocket 3 комбо камерасын ашып, бірге көріп, шолу жасап, өзіміздің ойымызды, пікірімізді айтатын боламыз. Және бұл шынымен де iPhone-ға қарағанда сіздің рилстарыңызды әдемі түсіре ме? Соңына дейін көріңіздер. Распаковка жасайық, ашайық. Сыртында осылай жазып тұрады. Osmo Pocket 3 Creator Combo деп. Бұл комбоның ішінде дополнительно микрофон жүреді, зарядкасы жүреді. Өзім приколюхалары көп. Ашамыз. Ашқан кезде бұл жерде бізде екі отсек, мына жерде коробочный и өзінің кішкентай компактный сумка жүреді. Сумкасын ашайық. Так, қоя тұрайық мына жаққа. Сумкасы өте компактный, прочный, төзімді, царапиналарға, сызықтарға, трещиналарға. Бұны өзіңізбен алып жүру өте ыңғайлы. Егер сіз саяхатқа шықсаңыз, съемкаға, мысалы далаға шықсаңыз, өте ыңғайлы. Қолға ала саласыз, немесе сумкаңыздың бір бұрышына іле салсаңыз да болады. Бұны ашпай қоя тұрайық. Келесі бізде ішінде қағаздар. Мына жерде түсіндірмелері, қалай қосасын, қалай басасын, анау-мынау. Мына жерде наклейкалары, неге микрофонға жабыстырсаңыз болады, жаңа камераның өзіне жабыстырсаңыз болады. DJI-дің QR-кодтары, қосымшасының сайтының QR-коды и мына жерде әртүрлі тілдегі настройкалары. Хорошо. Тұра берсін. Енді мына жерде коробкасы бар екен. Уже пустой міне. Коробкасы бар екен. Коробкасында бұл жерде бізде сашитка жүреді. Сыртында чехол сияқты ғой, телефон чехол, бірақ қатты мынандай. Мындай қатты. Ішіне мына жерге микрофон қоясыз, мына жерге өзін тыға саласыз. Несі камерасы салбырап нетіп жүрмейді. Өзіңіздің қолыңа ұстауға төзімді және нық жүреді қолыңызда. Түсіп қалмайды. Так, бұны былай қойып қойық. Енді самый бір ең маңыздысы ішіндегі бізге керегі. Так. Давайте камераны соңына қалдырайық. Бірінші көзге түскен бізде осындай штативі. Кішкентай ғана. Шаяқ дейік бұны. Шаяқ қойып қоясыз любой жерге. Кез келген жерге. Міне батарейкасы. Осыны неге орайсыз? Осы жерде өзінің болты болады. Осы болтыны бұрап қойсаңыз, основаниясы осы. Так, келесі бұл жерде бізде зарядка. Тоқ көзі Type-C-ден Type-C-ге зарядтауға. Одан кейін мына жерде бізде камерасының өзінен мындай насадкасы. Бұл насадка андай лупа сияқты. Камераны чуть-чуть шире қылдырады, кеңірек қылдырады картинканы. И бұған бізде мүмкіндік бар ND фильтрларды, әртүрлі фильтрларды жабыстыруға магнитпен. Басқа мысалы Osmoдан бөлек басқа брендтер бар. Арнайы Osmoның камераларына ND фильтрлар, поляризационный фильтрлар, SPF фильтрлар арнайы далада түсіруге соларды шығарады. Брендтер соны жабыстырып қойсаңызға өте ыңғайлы. Сіздің съемкаңыздың сапасына және далада түсіру съемкаңыздың ыңғайлы болуына өте бір септігін тигізеді. Келесі бізде мына жерде желге қарсы малақай дейсіз. Микрофонның малақайы. Одан кейін онда ремешок ұстап жүруге қолға түсіп қалмас үшін. Так, одан кейін дополнительно үлкен зарядкасы. Мындай. Үлкенірек. Мынаған қарағанда мынау кішкентай. Мынау үлкен размері осыншама. Одан кейін бізде мына жерде микрофонның өзі. Бір адамдық микрофон. Менде өзімде мысалы мына жерде осы DJI микрофонның бірінші версиясы, 2 персондық менікі. Мынау екінші версиясы. Екінші версиясы мына жерде міне магнит жатыр. Міне магнит. Артына деп жабыстырып, мен сияқты киімге жабыстырып қойса, артында магнит тұрады, сыртында микрофон тұрады. Ең бастысы бізде мына жерде соңғы қалған бізде камера. Міне. Сумкасында ештеңе жоқ. Сумкасы күшті екен. Прям отсектермен, бөлек-бөліктермен ішіне бөліп орын-орнына салып қойсын. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Камераның өзі осындай міне.
негізі кішкене салмағы бар екен кәдімгідей. Андай прям видеодан қарасаң бүт салмақ жоқ сияқты көрінеді да. Бірақ мына жерде кәдімгі салмағы бар. Оны қосу үшін бүйтіп жасаса болады, фук. И ол қосылады. Міне, дайын. Қосылды. Уже бізде қосқан бетте мына жерде тіл таңдау керек. Ағылшын тілі, Қытай тілі, японец, анау мынау. Бізге мына жерде қазір орыс тілін таңдайық. Мына жерде бізде уже сразу QR-код шығады. QR-код. Осы QR-кодты жазып, телефонмен приложение жазылса болады. Кіресіз да, камерамен dj.com приложениесіне кіргізеді бізді. Міне, DJ Mimo деген приложение жазып алайық. Сразу App Store-ға лақтырады бізді. Қазір ол скачелдегенсе мен мысалы. Одан кейін қосу үшін былай жүргізу керек екен. Жүргіземіз, болды. Түсіре берсе болады. Айтпақшы, мына жерге біз, чтобы түсіру үшін, видеоны сақтау үшін бізге кішкентай флеш керек осындай. Кішкентай флеш. Соны тастыр. И осыған жаза берсе болады. Файлды екі жағдаймен, екі жолмен лақтыруға болады, точнее, осыны флешканың өзімен, потом компьютерға тығасыз да, переходникпен, картридермен, немесе Bluetooth-бен, Wi-Fi-мен приложение арқылы телефонға лақтырып алсаңыз болады. Екі режим бар. Бізде вертикальды, және осылай фук и горизонталды. Горизонталды скачетлей берсін. Горизонталды бізде YouTube-қа, travel блогтарға жүргізсе болады осылай. Travel блогтарға, ал вертикальмен осылай Reels түсірсеңіз болады, Stories түсірсеңіз болады. Бірінші камераны активация істеу үшін жаңа қосымшаны жазып, осы қосымшамен бірінші активация істеу керек екен. Сырт көзге қолға ұстау өте ыңғайлы. Прям ровно тұрады. И камерасының стабилизациясы өте жақсы екен. Жасалу сапасы да, пластик қонаң бәрі міне, мысалы пластик. Жасалу сапасы да өте әдемі. Бидеміз, короче, аламыз ба? Осылай тығылады. Кнопканы басқан кезде алынып, екі тістері. Алып тесеңіз болады. Тыққан кезде шылшоқ болады, тық деген. Вот, осымен жүре берсеңіз болады негізі. Бүйтіп қойып қойасыз, әдемі болады. Бұл камераның активациясын сіздерге тура далаға шығып, прям іс жүзінде қосып, көрсетіп, сразу видео асырып көрсететін боламын. Сондықтан жаңа локацияда кездескенше. Тест видеосы істеуге бар жатыр. И әдейіден бастап түсіріп жатырмын, чтобы наглядный пример болу үшін. Қалай болып жатыр, қараңғы кезде қалай жұмыс істейді, жарық болып кеткеннен кейін қатты жұмыс істейді, қалай жұмыс істейді. Қазір лифт келгенше шөлесіп көрейік, тексеріп көрейік. Зум қалай болады екен, шықмай ма екен, бейс контроль аламын ма екен, алмаймын ма екен. Алып тұр мені, бітсемші. Жауап келем, қайтадан шықсамшы. Ол болады, бүйтіп бұрылам, қайтадан алсамшы. Резко келдім, тез келдім, бүйтіп бұрылып кетем. Тауып аласың, настройкасын әдейі, көрінер ма қалай бұрылып кетті? Настройкасын әдейі автоматқа қойдым. Өйткені көп адам сатып алушылар бұл камераны көбінесе профессионалдар емес. Любительдер, новичоктар өзіне қызық қып сатып алады. И оны сразу қосқан бетті қолданып кеткісі келеді. Сондықтан мен жаңағы экспозиция, мынау дегендердің бәрін автомат қойып қойдым, чтобы қалай ол срабатывать етеді екен, қалай ол қолданады екен бүкіл функцияның бәрін. Міне біз дайынбыз. Бәрін алып микрофонды тағып алдық. Если что, звук қазір DJI Mic 2-ден шығып жатыр. Шрифтерін бәрін алып алдық, қазір ойнатуға. Қараңдар, қараңғы. Қараңғы, көрінді ма? Сонда да фейс активатор істеп, но еще экраннан чуть-чуть яркішіне тұр, шығып тұршы. Менің вообще жақсы жұмыс істеп отыр. И осылай. Вау. Кайф болып тұр. Ыстық емес, шум емес. Мен еще қараңыздар. Кеше чуть қолдандым, эксперимент істедім, түсіріп көрдім.
И полный зарядтан 60 па 69 заряд қалды, короче. И астына батарейкасы бар Powerbank. Соны, короче, тағып алдым. Powerbank тағып алдым. И ода 100%. Ода примерно 950 миллиампер бар. 60%-ға тағы бір көбейтіп береді. Сол, дала салқын болып тұр, жел болып тұр. Қалай болып тұр сіздерге жел? Сәр, ренжімеңдер. Басқа бір функцияны қосып қойыптым. Мен жаңа шумоподавление қостым деп звугын өшіріп тастаппын. Бәсе үстінде индикатор жоқ, неге шықпай жатыр деп қоям. Айтып жатқан нәрсем жаңа кетіп барып, и стабилизациясын тексердім, сатымен кетіп бараттым да. Яркісін тексердім күнге қарсы, қалай болады екен. Күн прямой күнді түсірдім, экспозицияны кішкене түсіру керек екен бірақ ол кезде. Жалпы түсінген бойынша бұл Osmo Pocket видеоны слишком резкий қылдырады и слишком пересвет қылдырады, короче. Андай яркісін, жарықтығын асыра сілтеп көрсетеді екен да. Сол кезде экспозициясын примерно минус 0,3-ке қойса, машина ротор қалай істеді екен. Резкісі тоже өзгертуге болады, кішкене андай кішкене жұмсақ қылдырып кинематографический қоюға болады, минус 2-ке қойсаңыз, меніңше жақсы болады. Еще айта кететін жайт, мына жерде мен мысалы камераның өзіне астына ұзын Powerbank'ты қойдым. Сосын астына, оның астына жаңағы несі бар ғой, тесігі бар ғой, соған кішкентай штативті қойдым. Сөйтіп, штатив қойғаннан кейін кәдімгідей бір ұзын жіп-жіңішке камера болып шыға келді. Қатты ауыр емес, ыңғайлы ұстап жүруге де. Бірақ кішкентай жаңағы переходнигімен астындағы Powerbank емес, кішкентай ғана осының 3/1 бөлігі шығар. Сонымен жаңа ыңғайлырақ ұстауға. А так, в принципе, жақсы кедергі келтірмейді. Жарты сағат ба бір 15 минут ішінде жаңағы Powerbank бар ғой. Сонымен істеп едім, 60%-тен 93%-ге толтырып кетті. Қазір мен оны алып тастап, қысқасын қойып, мынаған штативке орнататын боламын. Так, ол үшін енді біз бұны мынаған бұрамыз. Астында өзінің тесігі бар, соған арнайы. Негізі стандартына кез келген осындай штативтер келе береді, негізі. Бұрамыз, міне. Енді мынаның астынан алып тастаймыз. Powerbank несін. Міне. Алып тастадық. Көрдіңіз бе? Бір кнопкамен алып тастайсың. И тренировкасын тоже. Енді осыны орнатамыз. Type-C'ді тығасыңыз, шылчок болады өзі. Болды. Орнатылды. Кішкене қызық кетті, чуть-чуть ғана. Ал енді мынандай проходтар түсіреміз қазір, қараңдар. Қазір тура үстіне қараңдар. Әдемі бір кадр ұстап алып, камерамды салыстырып біз кеттік. Так, біз өзіміздің бірінші локациямызға келдік, основной маңызды локациямызға. Енді біз камераны қоямыз. Мынауын телефонға арналған өзінің бұратыны бар. Камераны штативі. Қазір бұған энді фильтр ойнатамыз уже. Энді фильтр туралы менде каналда сабақ бар. Сабақ дегенде обзор видео бар. Не үшін керек ол? Қандайын таңдаған дұрыс? И және мен қандайын таңдадым. Сол туралы сабақ бар. Көрсеңіз болады, сіздің видеоңыздың сапасын арттырады. Негізі осы Osmo Pocket'ке бар негізі ондай. Комплектісіндегі магнит бар, осында үстіне қояды, широкоугольный қылдырады. Соның үстіне таға бересіз магнитпен тоже. Басқа фирмалар арнайы істеп қойған ғой. Мынау менде екінші микрофон, DJI Mic бірінші версиясы. Бірақ менде мына жерде екі адамға арналған біреу. Еще бұның өзінің приемнигі бар да, басында главный. Анада жоқ, мынау через Bluetooth жұмыс істейді. В общем, үш камерада қосылып тұр. Мынау iPhone, мынау Osmo Pocket, мынау Sony A7S III. Мынау астындағы микрофонда Osmo'дағы екінші комплектте жүретін, полный комбо комплектте жүретін петличканың звугы. Мынау камерадағы бірінші версиясының звугы. Сіздерге қалай? Бәрі қалай? Әдемі ма? Әдемі емес пе? Бұлай жүрейін. Осылай тұрайын. И жақындайын. Мына камераға жақындайын. Мына камераға жақындайын.
мына камераға жақындаймын. Так, енді үшеуінен де 4K түсіп отыр. iPhone-да 4K 30 FPS, 30 FPS, 25 FPS. Ал мына жерде қалай екен сіздерге? 4K-сы. Камераң қалай? Хоп. И Osmo Pocket-тікі қалай? И iPhone-тікі қалай? Артындағы фон қалай көрінеді екен? Пересет болып тұрған жоқ па? Мен қалай көрініп тұрмын? Бүйтіп тұрсам қалай көрінеді екен? Алыста тұрсам қалай көрінеді екен? Үшеуін прям қоямын осылай. Салыстырасыздар ғой. Енді бұл жерде Pocket-та D-Log, Sony-да S-Log 3 режимдері. Бірінші боялмаған видеосы сері болып тұр. Екінші бұл жерде біз боялған. Боялған D-Log-қа түсіргеннің преимуществосы қандай? Сіз пересет болған кезде соларды қайда камерада, мысалы, видеода ақпарат көбірек. Қараңғы бөліктерінде де, және осындай жарық бөліктерінде де. Сіз прямой боямайтын, мысалы, лог форматсыз түсірсеңіз, ол жерде сізде мүмкіндіктер аз болады пересетті жоюға, немесе қараңғылықты алып тастауға. Осылай. Жақындаған кезде қалай болады екен? Екеуі де 4K сапасында. Міне осылай. Енді iPhone-да тоже Apple Log қоссаңыз болады. Менде өзімде iPhone 13 болғаннан кейін Apple Log жоқ. 15, 16 мен ала қаласа түсіріп, именно Osmo Pocket екеуін салыстыратын боламыз. Так, мына жерде настройкаға келсек, мен негізі яркостьін далада жүрген кезде 50-ге қоямын, максимально қатты прям анық керек емес маған, примерно көрініп тұрса болды. А так сіздерге көрсету үшін 100-ге қоямын. 50-ге неге қоямын? Өйткені батарейкасы, зарядкасы ұзаққа шыдау үшін. Так, главный экранда не бар? Негізі былай тұрады. Осылай тұрады. Қосу үшін просто бүйте саласыз, и ол қосылады. Микрофонда қосылды, мына жерде датчигі қосылды, көрдіңіз бе? Экранда не бар? Экранда бастайық астынан үстіге көтерген кезде бұл жерде видеоның сапасы Full HD, 2-де 7К, 4К, самый максимальный 4К и 30 кадрмен түсірсеңіз керемет болады. Мен жаңа осыған дейін түсіріп кадрлар, келгенге дейін кадрлардың бәрі осы 4К 30 кадрға түсірген. Одан кейін келесісі, мына жерде сол жақ төмен жақта камераның несі тұр, кнопка басамыз. Сол кезде функцияларды алғы болады мына жерде міне. Панорама түсіруге болады, 9 фотода қаралған, потом одан кейін обычный фото түсіреміз. Одан кейін видео, одан кейін қараңғы жерде түсіретін видео, потом замедленный видео, слоумо, потом гиперлапс, таймлапс жерде түсірсе болады. Әр қайсысының настройкаларын және сапаларын жаңа осы ең бірінші свайптан істесе болады да, бірінші свайп бар осыдан. Келесісі, мынау оң жақ, төмен жақтағы кнопкасы ол селфи режимге ауыстырады. Қалайсыздар? Селфи режимге и қайтадан обратно прямой режимге ауыстырады. Видео қойық. Одан кейін ау кнопка, ана жердегі свайп немене? Бұл жердегі свайп екі нәрсеге ауыстыруға болады. Бірінші нәрде 1.0x деп тұрған, бұл зум ғой. Зум істей аласыз мына жерде. Негіз бұл жалпы широкоугольный камера. Оны кішкене портретный қылдыру үшін максимально 2x қоюға болады. Сосын бұны кнопкасын бассаңыз, мына жердегі джойстик зум болады. А негізі джойстикта мынандай панорама болады да. Камераны қозғалтады осылай. Оңға, солға, жанға. Екі рет бассаңыз, өзінің қалыпты режиміне орын алады. Свайп оңға, солға. Свайп солға мына жерде Pro режимге ауыстыру үшін Pro'ны басасыз, сары болып тұрады. И бүкіл ауыстыруға болады. Экспозицияны ауыстыруға болады, баланс белованы ауыстыруға болады. Бетіңізге ретуш қойып, бояу керек, соны ауыстыруға болады. Потом цвет қандай? Обычный ма, HLG ма, либо D-Log па жаңағы, бояйтын, боямайтынға. Одан кейін режим фокусировки қандай, непрерывный қандай кейін қоясыз. Потом изображение, резкости, шумы қаншалықты керек сізге. Соны қоясыз. Съемка настройкасы болса, мына жерде міне микрофон настройкасы бар жаңағы. Канал қандай қойуға болады, екі петличка болса, мына жерде передатчиктің несі, усилениясы қаншалықты қатты шығу керек дауысы.
звукты өшіріп өшірмеу. Енді шумоподавлениені мен жаңа алып тастадым, вкл-ға қойдым. Одан кейін қайттан вкл-ға қоямын. Сол кезде сыртта болып жатқан шумдарды, қатты машина дауысын бәрін кене азайтып тастайды. Так, одан кейін мына жердегі кнопка міне сол жақ ортасындағы ол функциялар. Біріншісі автоматическое определение лица. Бұл жерде өзіңіздің бетіңізді жаңағындай face контроль дедім ғой, сондай. Соны анықтап сол режим көрсетеді. Стартты бассаңыз, уже сол режим басталады. И одан кейін жерге бет кесе болды. Бетті анықтайды да, сонымен жүреді автоматически. Оны өшіру үшін қайттан шығасыз да, выйти деп басасыз. Потом екінші режим. Мына жерде композиция бойынша сіздің бетіңіз қай жерде орналасу керек, соны көре аласыз мысалы. Мына жерде 6 точка тұр. Сол жаққа қарай, оң жаққа қарай ортасында бетіңіз қай жерде тұру керек, соны басасыз, салыстырасыз осылай. Осылай оң жақ сол жақ қоясыз, басасыз. И сіздің бетіңіз қай жерде тұрады, соны, короче, бетіңізді композиция бойынша сол жаққа қарай, оң жаққа қарай ығыстырып отырады, короче. Өзіңіз мысалы келесіде мен сол жағында тұрғым келеді, оң жағында анимация болады, текст болады десеңіз, чисто сол жақ сондай қойға болады, короче. Келесі соңында бұл осьтардың қозғалуы. Біріншісінде бірінші осьтың оңға солға қозғалуы басасыз. Бұлай оңға, бет солға қозғалады, короче. Андай голландский уголды түсіруге жақсы негізі былай ауыстырып фук и плавно ауысады да, и кадрға әдемі негізі. Операторский режимға басасыз. Екі выйти бар бұда. Екіншісінде ол мынандай қарайды да, и былай айналады, короче. Кадрлар қазір көрсетемін үстінде. Басып қоясыз да, и айналасыз, короче. Күшті кадрлар шығады, короче. Сосын бұл жерде үстіне келсек, мына жерде сіздің SD картаңызда қанша сағат қалды, соны көрсетеді. Түсіруге арнаған. Мына жерде 4 сағат 28 минут түсіруге болады екен әлі. 4К-мен. Если Full HD болса, одан да көбірек. Үстіне өтсек, міне, бұлай үстіне басқан кезде полный негізгі основной настройка шығады бұл жерде. Жаңағы Face Activate Face ID дегенді өшірсеңіз болады, и сіздің бетіңізді анықтамайды. А если оны сарыға қойсаңыз, сіздің автоматически бетіңіз шықса, бетіңіз сразу анықтайды да, сонымен бірге жүреді. Келесі мынау күн көрсетіп тұрған бұл яркості. Одан кейін мынау бұл жерде поворот и захват экрана дейді да. Если сіз бұл функцияны қоссаңыз, қайсысын таңдайсыз мысалы? Последний настройки бассаңыз, сіз соңғы рет қай функцияны қолданыңыз? Фотоны ма, видеоны ма? Соңғы настройка видео болды мына жерде. Видеоны бассақ, функцияны қостық, и біз өшіреміз. Өшсін. Өшкеннен кейін біз қосамыз, қосқан бетте соңғы настройка қандай болды? Соңғы настройкада қосылады. И плюс видео сразу басталады. Көрдіңіздер ме? Видео сразу жүріп жатыр. И бұл сіз мысалы асығып жүрген кезде, тез түсіруге съемка болған кезде сразу қосады, сіз ұмытпайсыз. Ана кнопканы басып, қосып, одан кейін настройкасын ауыстырып жүрмейсіз бұл жерде. Өшіру үшін кнопканы басып аласыз. Өзіңіз ыңғайлы қайсы видео ма, слабое ощущение, гиперлапс па таңдап аласыз. Келесі мына жерде негізі персональный настройки. Өзіңізге настройканы қойып аласыз. Плюс басасыз да, там барлық несін қойып аласыз. И бұны басқаннан кейін бұл настройка мына жерде шығады арасынан. C1, C2 деп, короче. Мен қойған жоқпын, ол шықпады әлі. Кейін міне, стабилизацияның режимдері. Бірінші режимде былай-былай қозғалады, екінші режимде былай-былай қозғалады. Осьтардың блокировкасы ғой. Блокировка наклона дейді. Осыны қолдансаңыз, астыға түспейді. Осыны қолдансаңыз, осі астыға түспейді осылай. Чисто былай қарап тұрады, тек былай-былай қозғалады, короче. Төменгі ракурс алсаңыз, төмен қарап тұрады, короче, осылай. FPV-де полностью оңға қойсаңыз, оңға, солға қойсаңыз, солға, жанға былай-былай қозғала береді, короче. Кейін FPV T дегенде обратный. Бұл жерде біз мысалы бір бит басып тұрып, қозғалтқан кезде кнопканы басып тұрып істесеңіз, мына жерде активированный шығады, блокировкасы, и сол осьта қалып қояды. Сол осьті ғана қосып тұрады, короче. Келесі мына жерде панораманың қозғалу жылдамдығы. Егер по умолчанию болса, бит қозғалтқан кезде средний қозғалады, көрдіңіз бе? А если мен жылдамға қойсам, тез жүгіретінге
резко қозғалады бұны, менімен бірге. Резко қозғалады. А если жайға қойсам, плавно қозғалады, прям. Плавно, артымен көрдіңіз бе қалай? Плавно, жай. Баппен қозғалады. Если әдемі плавно видео түсірем десеңіз, осы функцияны алған дұрыс. Негізі по умолчанию өзіңіз түсіруге жарайды. Келесісі. Now, альбомный режим ба, немесе вертикальный режим ба дейді да. Mesela портретный болса, портретный көрсетіп тұрады да. Чисто портретный түсіреді. Негізі ыңғайсыз бұл, негізі. По умолчанию қойсаң автоматически. Қайсысына қойсаң, соны көрсетеді да. Осылай тұрса альбомный болады. Бұлай тұрса, уже вертикальный болады да. Өз ауысады, сол жақсы. Осының арасындағы ең терең және маңызды настройкалардың бірі бұл жерде міне. Настройканың міне. Бірінші кірсек, микрофонның полностью настройкасын істей аламыз. Екінші микрофон қосуға болады мына жерде. Қосылған, қосылмаған қанша процент қалды, қанша жұмыс істейді, соны көрсетеді, контроль громкости жасайды. Громкость қаншалықты сізде болған қалайсыз? 100% ба, немесе аз болғанын қарайсыз ба? Өзінің авто отключениені алып тастаса болады, мысалы, микрофоныңыздағы записьтерді өшіп тастаса болады, форматировать етіп. Одан кейін сіздің микрофоныңыздың версиясының прошивкасын көруге болады қандай екенін. Мына жерде мысалы спереди деп тұр да. Если сіз спереди емес, сзади таңдасаңыз, мысалы сіз өшіресіз ғой. Өшіресіз. Қараңыздар. Қостық, қосқан кезде көрдіңіз бе, маған бұрылды сразу. Еще менде Face ID қосылды. Face контролі қосылды. Сөйтіп қойып қойсаңыз, влог түсіріп жатқан кезде бір нәрсе көріп қалдыңыз, әдемі, қосып қалдыңыз и сразу жүріп жатыр жаңағы функциясы бар ғой, сразу видео жүретін. Соны да қосып қойсаңыз болады, короче. Osmo Pocket 3-пен Slow-mo істейміз. Full HD 240 FPS қоямыз. Әрге су құйып жібереміз. Смачно болу үшін. И результат 1, 2, 3. Бұл жерде біз iPhone мен Osmo Pocket салыстыратын боламыз. Картинкасы бойынша қалай екеуінде де автоматты режим, екеуінде де түсі бойынша, экспозиция бойынша бәрі бірдей. Ешқандай лог формат жоқ. Қалай екен сіздерге? Хук. Бұл Osmo Pocket, бұл iPhone. Дыбыс жағынан да Osmo Pocket петличкадан шығып тұр қазір. iPhone-ның 13 Pro-ның камерасы салыстырамыз. Дыбысты да петличка өшіп тастадым. Бұл Osmo-ның дыбысы, мынау iPhone-ның дыбысы. iPhone-ның ең бір 0.5-ке қойсаң, качествосы құртып кетеді. 1-ге қойсаң, качествосы жақсы, бірақ алыста ұстау керек осылай. Osmo Pocket былай ұстай берсе болады. Картинкасы қалай сіздерге? Қалай жарыққа пересветпен бүйтіп осылай. Одан кейін бұлай. Қалай сіздерге? Жақсы ма? Стабилизация жағы қалай сіздерге? 13 Pro-да андай 14-тен кейінгі жаңа модельдер дегендей керемет стабилизация жоқ. Бірақ сонда да күнге қарсы қоямыз. Osmo Pocket ұстау ыңғайлы. Әртүрлі ыңғайлы функциялары бар. Face жаңағы активируем. Сөйтіп қозғалсаңыз артында жүре береді. Ұстау ыңғайлы. Яғни өзіңіз түсірген кезде жақындап түсірсеңіз болады. Өйткені широкоугольный, кең планды. Ал iPhone-ды ұзартып ұстайсыз қолыңызды. Және еще оған қоса сапасы да кішкене нашарлау болуы мүмкін, бірақ көреміз қазір.
Сіздерге қалай? Разница бар ма? Кішкене бір тыныштау жерге ауыстық. Өйткені ана жақта шум, машина, адамдар. Мына жерде бірақ жел бар екен. Желдің кезінде дауыс қалай жазылып тұр, көрейік оны да. Сол. Балықтарыңызға рахмет, сіздерге көмектесе алдым деп ойлаймын. Менің ойымша бұл камераны сатып алуға лайықты деп ойлаймын. Өйткені телефоныңмен түсірген кезде ыңғайсыз, не болып жатқанын көре алмайсыз. Әртүрлі фейс трекер сияқты осындай функциялар жоқ. Жадысын, яғни памятін сіз мына жерде кез келген флешка қоя аласыз. iPhone-ның памяті жоғарылаған сайын бағасы да атасының басын сұрайды. Телефонмен түсірген кезде память жоқ болып қалуы мүмкін, оны лақтыру да кішкене қиын болуы мүмкін, тазарту қиын болуы мүмкін. iPhone ұстайтындар біледі, қаншалықты ол проблема, қиындық. Егер менде өзімде фотоаппарат болмаса, егер менде тек осы iPhone 13 қана болатын болса, және бюджетім ограничен болатын болса, мен Osmo Pocket 3-ті алар едім. Именно комбо версиясын, өйткені бұл жерде батарейкасы бар қосымша, 3 аяғы бар, петличкасы бар. Қиын алмайсыз. Аласыз, қосасыз, автомат режиміне түсіре берсеңіз болады. Мен мысалы автомат режиміне түсіріп жатырмын. Ешқандай проблема жоқ. Кетесізді, болды, өзіңіздің саяхатыңызды, өзіңіздің блогыңызды жүре берсеңіз болады. Так, сіздерге қалай осы камераның іш жүзінде қалай видео түсіретіні, дауысының сапасы, видеосының сапасы, жалпы стабилизациясының сапасы көңілдеріңізден шықты ма, комментарийға жазып кетіңіздер. Жалпы менің тәжірибемде бұндай Osmo Pocket-тің алдыңғы поколенияларын, екіншісін мен іші өмірімде қолдан көрмеппін. Бұның бағасы жоқ дегенде минимум 400 мың теңге, жаңа комбо версиясы именно 391 мың теңге, 400 мың деп айта берейік. Жалпы алған кезде өмірімде бұдан басқа мен экшн камералардан тек GoPro-ны ғана қолдан көрдім. GoPro 9, GoPro 11. Менің ойымша сол GoPro-мен салыстырған кезде бұл камера жақсырақ. Өйткені қолдануға ыңғайлы, дополнительно функциялары көп, және дауысы да жақсы. Өзінің комбо версиясында микрофонын қоса аласыз. Ол өте жақсы. Функциясында қолдану ыңғайлы, телефонмен байланыс ыңғайлы, синхронизациясы, файлды жіберу ыңғайлы. GoPro-да камерамен синхронизациясы жақсы емес. Мен GoPro-ны былтыр Қытайға турмен бардық, бизнес турмен сол кезде қолданған едім. Сапасы қатты ұнамады маған. Дауысының сапасы өзінің встроенный қатты ұнамады, и видеосының сапасы да маған что-то ұнамады қатты. Білмеймін, қолдана алмадым ба. Ал енді бұл Osmo Pocket 3-ті iPhone-мен салыстырсақ, менде iPhone мысалы 13 и Osmo Pocket 3. Ең бір жақсысы Osmo Pocket-ке кез келген өзінің қалауыңдағы флешканы салсаң болады. Мысалы қазіргі бағасы, мысалы iPhone 13 Pro бағасы сол 300 мыңның ар жақ бер жағында екеуі почти бірдей. 14 Pro-мен де салыстырсаң болады. Горизонталдық съемка жағынан салыстырсақ, негізі менің ойымша Osmo Pocket 3 ұтады. Неге? Өйткені бұл камера қолданған кезде осылай горизонталды қолданған кезде полный матрицасын қолданады. Егер мен осылай қолдансам, немен вертикалды қолдансам, ауыспайды бұлай, бұрылмайды. Ауыспауы не мағына білдіреді? Бұның ауыспауы кроп матрицаны қолданады деген сөз. Яғни матрицаны бұлай айналдырмайды, тек қана жақындата салады вертикалға дейін осылай кроп. Сонда мұның качествосы кішкене вертикалды түрде чуть-чуть сәл-пәлі болсын нашар деген сөз. Ал бірақ ыңғайлы жағынан қарасақ, менің ойымша вертикалды съемкаға iPhone-ның өзі негізі жеткілікті сияқты. iPhone-ның өзі. Так, енді бұл камера кімдерге арналған? Бұл камера көп саяхаттайтын адамдарға арналған. Бұл камера жаңадан бастап жатқандарға тоже жақсы сияқты. Өйткені мен сияқты мысалы үлкен камера алсаң, оны қалай қолданады, оған еще сен объектив алу керексің, оған еще тағы бір нәрсе алу керексің, оған батарейкасының өзі қымбат тұрады, оған фильтр алу керексің, тағы бір нәрсе, оның настройкасы бар, анау-мынау. Жаңа уақытын алып қояды. Мен өзім кинооператор мамандығын оқығаннан кейін маған камерамен жұмыс істеу қатты қиын емес. Мен үйреніп алғанмын, етім үйренген. Ал мындай камераны алсаңыз, даже авто режимдегі съемканың өзі өте жақсы сапада. Түсіре берсеңіз, басыңыз қатырмай, просто басасыз, қосылады и айтасыз, сайрайсыз, либо көрсетесіз, жүресіз дегендей ғой. Егер сіз камера алатын болсаңыз, оның тағы да бір минусы стабилизация жағы. Көп камераларда стабилизация бар болса да, сіз мысалы жүгірсеңіз, қозғалсаңыз, ол кішкене болсында дірілдеп тұрады, және ол картинкаға әсер етеді.
Әрине, камераның сапасы әлде қайда жақсырақ болады бұған қарағанда, матрицасы үлкен. Бірақ егер сізге Instagram блогқа керек болатын болса, travel блогқа керек болса, бұл әлде қайда жетерлік техника. Бұл Osmo Pocketті бүгін ашқаннан кейін, шолу жасағаннан кейін сіздерге ұнады ма, қалай сіздерге жеке тұрғыда өтті ме, және өтпеді ме, ұнады ма, ұнамады ма, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Барынша бүкіл информацияны бір көргеннен түсіріп, көзімен көрген нәрсені сіздерге шындығымен айтып отырмын. Соңғы шешім өздеріңізде, бұл камера сіздерге арналған ба, арналмаған ба, бүкіл жағдайын ашып, сырын ашып, өз ойымды айтып, сіздерге жеткізіп бердім. Осымен біздің Osmo Pocket 3 комбо версиясына обзорымыз аяқталды. Осы каналға, менің каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп, лайк басып, сіздерде қандай камера, осы камераны сатып алдыңыздар ма, қолданып көрдіңіз бе, сіздерге ұнады ма, комментария жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламатта болыңыздар.